Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен шоколадты роза және шоколадты ромашка жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге шпажки, майда жақсы еритін бояулар, таразы, какао масло, пирометр және де кондитерский глазурь немесе табиғи шоколадты қолдансаңыздар болады. Мен табиғи шоколадты қолданамын. Егер сіз әзірге қолымды жақсылап үйретіп аламын дейтін болсаңыз, кондитерский глазурьді қолдансаңыз болады. Және де арнайы формаларды сүртіп тазалап алу үшін осындай арнайы этил спирті қажет болады. Енді таразымызды нөлге қойып, өзімізге қажетті 200 грамм шоколадымызды өлшеп аламыз. Осы 200 грамм шоколадтың 25%, яғни 50 граммын біз бөлек ыдысқа салып қоямыз. Ал осы 150 грамм шоколадты сулы моншада немесе микроволновкада 40-45 градусқа дейін ерітетін боламыз. Неше градусқа дейін ерігендігін осы пирометрдің көмегімен өлшейтін боламыз. Және де алдын ала осы этиловый спиртпен формаларымызды жақсылап сүртіп аламыз. Шоколадымызды сулы моншадан алған соң, қалған 50 грамм шоколадты және де аздап какао масланы қосып, 30-31 градусқа дейін осы ақ шоколадымызды суытатын боламыз. Қалған 50 грамм шоколадты қосып еріту арқылы біз өзіміздің шоколадымыздың градусын 33 градусқа дейін суыттық. Яғни бұл бізде жұмыс жасай беруге болатын температура. Енді осы ақ шоколадтың азғантай мөлшерін алып, майда еритін сары түсті бояуды қосамын. Одан кейін осындай кондитерлі мешокты алып, соған саламын. Менде бұл жаңағы ромашка формасына, яғни ромашка гүлін жасау үшін қажет болады. Өздеріңіз білетіндей, бізде ромашка гүлі ортасында сап-сары дөңгелегі бар, және де екі шеті, яғни жапырақтары аппақ болады. Сол себепті бізде дәл сондай етіп бояйтын боламыз. Енді шоколадтың қалған бөлігін осындай майда еритін қызыл түсті бояуға бояймын. Және де мен бұны шоколадты розалар жасау үшін сол формаларға құятын боламыз. Формаларға шоколадты құйып болған соң, міндетті түрде осылай столға ұрғылаймыз. Артық ауалары шығуы керек. Одан кейін 20-30 минуттай холодильникке қойып қоямыз. Және де беті сәл қатқан соң, біз шпажкилерімізді шетіне таяу осылай салатын боламыз шоколадқа. Одан кейін тағы да холодильникке қоямыз. Менің шоколадтарым 1-2 сағаттың көлемінде осындай әдемі болып қатты. Одан кейін жай асықпай формалардан шығарып алатын боламыз. Қараңыздаршы, формадан өте әдемі болып алынып жатыр. Бұндай шоколадты роза, ромашкалар кез келген мейрамда, мерекелерде, туған күндерде таптырмас сыйлық деп ойлаймын. Сол себепті жасап үйреніп алыңыздар. Енді букет жасауға кірісеміз. Ең бірінші осындай 3 үштугін алып, біріктіретін боламыз. Және де соның қасына бір үштуктан қоса отырып, скотчтың көмегімен әдемі букет жасаймыз.
Міне бізде осындай әдемі шоколадты гүлдің букеті дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жақындарыңызды жасап қуантыңыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де алда супер рецепттер болады. Күтіңіздер.